Баршаңызға сәлем. Бүгін мен үйде өзімнің жасайтын шеберектің рецебімен бөлісетін боламын. Алдыменен қамырын дайындап алу үшін бізге осындай жылы су керек. Жылы суға тұз салып, ерітіп аламыз. Електен өткен ұнымызға сұйық май құйып аламыз. Аздап сұйық май құямыз. Оған дайындалған тұзды суымызды қосамыз. Тестамыз қатты болып қалмау керек, жұмсақта болып кетпеу керек. Осылай тестамызды иілеп, осыны енді міне қатты да емес, жұмсақ та емес, осы тестамызды 15 минутқа, 20 минутқа пакетке салып қойып қоямыз. Енді біз тестамыз дайын болғанша осылай тартылған ет, оған пиязды өте майдалап турап алатын боламыз. Бұл пиязымызды ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Пиязымызды өте майдалап турап алдық осылай. Мен осылай аз-көк майдалап турап аз-көк қосып жіберемін. Қаламасаңыздар, қоспасаңыздар болады. Енді осылай дәміне қарай тұз саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш салып аламыз. Сосын аз ғана салқын су құямыз. Сулы болу үшін ал енді ішіне салатын салмамыз дайын болды. Міне біздің тестамыз да дайын болды. Енді осыны осылай әбден илеп аламыз. Тестамызды енді осылай бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Дайын болған тестамызды енді тағы да 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 10 минут өтті. Енді осыны өте жұқалап жайып алатын боламыз. Өте жұқа болу керек. Жұқа болып жайылған дайын болған тестамызға осылай өте жұқалап ішіндегі салмасын саламыз. Өте жұқа болу керек. Енді осыны былай қарай жабамыз. Шеттерін бәрін мықтылап бекітеміз, жақсылап қолменен. Осылай артық тестасын кесіп алып тастаймыз. Артығын осылай алып тастаймыз. Енді осы қызып тұрған майымызға нанымызды саламыз. Май қатты қызу керек. Міне осылай нанымыз көтерілді, дайын болды. Енді ала берсек болады.